Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар? Бүгін сіздерге қазақ әдебиеті пәнінен 5-11 сыныптарға арналған қысқа мерзімді сабақ жоспарларын қалай жүктеп алуға болатындығын көрсететін боламыз. Ол үшін ең алдымен Google немесе Яндекс іздеу желілеріне ұстаз тілегі деп тересіз. Ең бірінші болып шығып тұрған ұстаз тілегі республикалық ұстаздар сайтына өтесіз де КМЖ бөлімін таңдайсыз. Сол жақ шеттегі сайтқа кіру батырмасы арқылы сайтқа кіріп, тіркелу батырмасы арқылы сайтымызға тіркеле аласыз. Пән таңдау батырмасы арқылы бізге қажетті қазақ әдебиеті пәнін таңдайсыз. Әдебиет пәнінен 5-11 сыныптарға арналған қысқа мерзім сабақ жоспарлары батырмасына басасыз да, өзіңізге қажет сынып бойынша КМЖ-ны және сәйкесінше презентацияны таңдайсыз. Құрметті ұстаз, жүктеу батырмасы басылғаннан кейін балансыңыз автоматты түрде алынады. Егер балансыңыз жеткіліксіз болса, Каспий Кз қосымшасының іздеу жүйесіне ұстаз тілегі деп тересіз де, өзіңіздің ID номеріңізді көрсету арқылы қажетті балансты толықтыра аласыз. Құрметті ұстаз, төлем жасалынған КМЖ-лар бірден жүктеп алу батырмасына ауысады. Ал жүктелінген КМЖ сіздің загрузки бөліміңізде сақталады. Құрметті ұстаздар, сіздерге беріліп отырған 130 бұйрықтың 7 қосымшасы бойынша жасалынған қазақ әдебиеті пәнінен КМЖ үлгісі. Бұл КМЖ-лар кез келген баспаға сәйкес келеді, себебі сабақ тақырыбы мен оқу мақсаты оқу бағдарламасынан алынған, ал оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасы бойынша ортақ болып табылады. Сіздерге бәрі түсінікті болды деп ойлаймыз. Біздің мақсатымыз әр ұстаз өз уақытын үнемдеп, бар күшін оқушылардың білім беруіне жұмсауына мүмкіндік жасау. Дайын КМЖ-ларды алып, қағазбастылықтан құтылыңыз. Әріптестеріңізге де айтуды ұмытпаңыз. Іске сәт!